Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз математика 2 сынып 16 сабақ. 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп. А тапсырмасында қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 56 қосылған 4 тең, жауабы белгісіз. Біз оны тиімді тәсілмен шығарамыз. 50 қосу, жақша ішінде 6 мен 4-ті қосып аламыз бірліктерді. Одан кейін 50 болады. Жауап 50-ден қосамыз 10-ды, тең 60 болады. Ал келесінде 60-тан азайтамыз 4-ті. 60-тан 4-ті азайту үшін 60-тан төменгі 10-дық санды 50 деп аламыз. 50 қосу 10-дықпен 10 мен 4 бірлікті алып тастаймыз. 10-нан 4-ті аламыз, 50-ге 6-ны қосамыз, және 56 болады екен. Енді келесі ә тапсырмасында бізге осындай 4 өрнек берілген, соны осылай есептеу тәсілі, осылай тиімді есептеумен есептейміз. Бұл былай жазылады. Мысалы, 53 қосу 7 тең, 50 қосу жақша ішінде 3-кен 7-ні қосып аламыз бірліктерді. 50-ге 10-ды қоссақ 60 болады. Келесі 62 қосу 8, 60 қосу жақша ішінде 2 қосылған 8, тең 60 қосылған 10, 70 болады. Келесінде 70 азайту 7, мұны 70-тен төменгі 10-дықты 60 аламыз, 60-ға қосу жақша ішінде 10 азайту 7 деп аламыз, бірліктен 10-дықтан бірлікті алып тастаймыз, 60-ға қосамыз 3-те 63 болады. Келесінде дәл солай 80-нен азайтамыз 6-ны, тең 70 қосу жақша ішінде 10-нан азайтамыз 6-ны, тең 70 қосу 4 болады. Осылай жазасыздар. Келесі есебіміз, екінші есеп, қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. Қорытынды жаса. Бұл да дәл сол сияқты жоғарыдағыдай есеп шығарамыз балалар. Енді бұл жерде 2 ондықты 2 ондықтың бірліктерін бірліктерге, ондықты ондықтарға қосып аламыз. Біріншісінде 72 қосу 18, жақша ішінде 70 қосу 10, қосу және тағы да жақша ішінде бірліктерді қосамыз 2 қосу 8. 70-ге 10-ды қоссақ 80 болады, 80-ге 10-ды қоссақ 90 болады екен балалар. Келесінде 57 қосу 33, тең 50 қосылған 30 деп аламыз, жақша ішінде ондықтарды қосып аламыз және бірліктерді бөлек қосып аламыз. Сонда 80 қосылған 10, тең 90 болады екен балалар. Келесінде азайтынды дәл сондай 10-дық пен 10-дықты азайтып, бірлік пен бірлікті азайтып, екеуінің қосынды шыққан мәндерін қосады екенбіз балалар. Келесі есебіміз, үшінші есеп, өрнектердің мәнін тап. 17 қосылу А деген, мұндағы А 23 болады, оның орнына қоямыз, 17-ге 23 қоссақ 40 болады. Б азайту 5 дейді, Б-ның мәні 90 болады. 90-нан 5-ті азайтсақ 85 болады балалар. Осылай әріптің орнына сан қойып есеп шығарамыз. Келесі кестелер бойынша теңдеулер құр дейді, оларды шеш дейді. Мысалы, қосылғыштар және азайтқыштар кестесі берілгенде үлгі бойынша 62 қосу А тең 90 деп біз теңдеуді шығарамыз. Мысалы, 62 қосу А тең 90 десек, Аны табу үшін 90-нан 62-ні алып тастаймыз. А тең 28-ге. Оны орнына қойған кезде 90 екі жақта тең болады екен. Келесінде X қосу 48 тең 70. X-ті табу үшін 70-тен 48 алып тастаймыз. X тең 22 болады. 22-ні орнына қойған кезде X-тің орнына 70 болады. Екі жақта 70 болады. Теңдеуіміз дұрыс шығады. Енді келесі азайтқыштарды, мұнда астына жаздым. Мінеки азайтқыштар. С азайту 13 тең 47 дейді. С тең 47-ні 13-ке қосып аламыз. С тең 60-ға тең болады. 60-ты орнына қойсақ, С-ның орнына 60 азайту 13 47 болады. 47 тең болады екі жақ. Келесі теңдеуімізде 57 азайту X тең 20. X тең 57-тен 20-ны алып тастаймыз. X тең 37-ге болады. X-ті 37-ні орнына қойсақ, X-тің орнына 37-ні қойсақ 20 болады. 20 тең 20 болады екен. Осылай теңдеуіміз сәйкес келу керек. Екі жақты теңдеу тең болу керек. Келесі есебіміз есепті шығар. Біз отбасымызбен театрға бардық. Театрда 11 әнші және 19 биші өнер көрсетті. Театрдағы барлығы неше адам өнер көрсетті дейді. Әншіні 11, бишіні 19 деп аламыз. Барлық қанша адам болғанын есептейміз. Шешуі 11-ді қосамыз 19-ға. Жауабы 30 болады. Жауабы театрда 30 адам өнер көрсетті балалар. Келесі есебіміз 6-шы есеп, қателерін тап және түзетіп жаз. 80 азайту 7, 73 бұл дұрыс. 65 азайту 5 тең 60 болу керек, бұл жерде 50 бұл қате. Екінші есеп. Үшіншісінде 90 азайту 42, жауап 48 болады, ал бұл жерде 47, бұл да қате.
2 қате бар екен. 49 қосу 31 80 болады. Бұл жерде де 90 деп қойған қате болады. Ал 4-шісінде 5-шісінде 38 қосу 52. Жауап 90 болады. Бұл дұрыс. 73 қосу 6 79 болады. Бұл жерде қате 80 деп қойған. Осылай қателерін дұрыстап жазамыз балалар көшіріп. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Мен, әкем, 2 інім, 2 доңғалақты және 3 доңғалақты велосипедтер тептік. Егер велосипедтердің барлық доңғалақтарының саны 9 болса, онда неше 2 доңғалақты велосипед бар дейді. 3 доңғалақты велосипед нешеу дейді. Бұл жерде әкесі, 2 інісі, өзі, баланың өзі 2 доңғалақты және 3 доңғалақты дейді. Яғни 2 дөңгелегі бар және 3 дөңгелегі бар велосипед болады, балалар. 3 дөңгелектілер балалардікі. Енді 2 дөңгелектіктен саны 9 болса дейді. 2 доңғалақтың саны 9 болса, мысалы, 2 доңғалақты 3 рет қосып алсақ 6 болады. 6-ны 3-ке қоссақ, 3 доңғалақтың қоссақ 9 болады. Жалпы сонда доңғалақтардың саны 9 болу керек. Сонда бізде 2-2-2-ден 2 доңғалақтың 6 велосипед, 6 болады. 6-ны 3 доңғалақ қоссақ 9 доңғалақты болады. Сонда жалпы 2 доңғалақты 3 бар екен. Мына жерде 3, ал 3 доңғалақтыдан 1 бар екен, велосипед бар екен. Осылай есептесек болады, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.